Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен номер 26 орта мектептің физика пәнінің мұғалімі Қуанбаева Назира Жолдыбаевна. Тақырыбым физика өмірде әдістемелік құрал 7 және 9 сынып оқушыларына арналған. Физика пәнін оқытуда есеп шығару оқушылардың теориялық білімін бекітіп, логикалық ойлауын, математикалық мәдениетін және ғылыми зерттеушілік дағдыларын дамытудың негізгі құралы. Есептер шығару әдістемесі белгілі бір физикалық заңдылықтарды қолдану жүйесін түсіндіруге, оқушы есептің мазмұнын талдауды, шарт пен талапты ажырата білуді және шешудің оптимальды жолын таңдауды үйретуге бағытталады. Физика өмірде курсының бағдарламасы бұл күнделікті өмірді білімді практикалық қолдануға бағытталған физиканы оқытудың өзекті және инновациялық тәсілі. Оның өзектілігі оқушылардың нақты проблемалар мен жағдайларды шешу үшін физикалық заңдар мен тұжырымдамаларды қолдану қабілетін қалыптастыру қажеттілігімен байланысты. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі жоғары сапалы, өйткені білім беру физика мен педагогика саласында заманауи зерттеуге негізделген. Әдістемелік тәсілдер мен қолданылатын оқу стратегиялары білім беру практикасы мен ғылыми зерттеулер саласында соңғы жетістіктерді көрсетеді. Оқушылардың күнделікті өмірде физикалық білімнің маңыздылығы мен қолданылуын түсіну қалыптасады. Сондай-ақ осы білімді әртүрлі міндеттер мен жағдайларды шешу үшін пайдалану дағдылары мен қабілеттерін дамыту болып табылады. Мақсаты физикалық білімнің болашақ өмірі үшін практикалық маңыздылығын көрсету арқылы оқушылардың физиканы оқуға деген ынтасын арттыру. Оқушылардың негізгі физикалық заңдар мен ұғымдарды, сондай-ақ олардың нақты өмірлік жағдайларда қолданылуын түсінуді қалыптастыру. Әртүрлі жобалар, зертханалық жұмыстар және проблемалар бағдарланған тапсырмалар арқылы физикалық білімді практикалық қолдану үшін жағдай жасау. Нақты өмірдегі физикалық міндеттер мен жағдайлардың дәстүрлі емес шешімдерін іздеу арқылы оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға қолдау көрсету. Практикалық құзыреттілік деңгейін арттыру, физикалық білімді, техниканы жөндеу, саясатты жоспарлау, қауіпсіздікті бағалау сияқты әртүрлі тапсырмалар мен жағдайларды шешу үшін қолдана алады. Міндеттері оқушылардың физиканы оқуға деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру, оқушылар мен оқу материалдары нақты өмірлік жағдайлар арасындағы тікелей байланысты көреді. Бұл олардың оқу процесіне белсенді қатысуын ынталандырады. Физикалық заңдар мен ұғымдарды түсінуді жақсарту. Оқушылар физика туралы білімдерін қоршаған әлемдегі әртүрлі құбылыстарды түсіндіру үшін қолданып, оларды күнделікті мәселелерді шешу үшін қолданады. Шығармашылық ойлауды дамыту және проблемаларды шешудің стандартты емес тәсілдерін табу мүмкіндігі. Оқушылар өздерінің физикалық білімдерін жаңа идеялар мен инновациялық жобаларды әзірлеу үшін де қолданады. Білім берудің жалпы деңгейдің және өмір сүру сапасын арттыру, физикалық принциптер туралы түсініктің кеңею және олардың күнделікті өмірде қолданылуы қоршаған әлемді жақсы түсінуге және білім деңгейінің жоғарылауына ықпал етеді. Бұл сайын келгенде өмір сапасының жақсаруына әкелуі мүмкін. Жаңашылық деңгейі. Жұмыстың жаңашылдық дәрежесі оның теориялық білімдегі өмірдегі нақты жағдайлармен байланыстыратын физиканы оқытуға деген өзіндік көзқарасы артады. Физиканың табиғатты танудағы маңызын өлшеу, құралды қолдану, физикалық шамалар мен олардың өлшеу тәсілдерін үйренеді. Виртуальды зертханалар, онлайн симуляциялар, графиктік бағдарламалар, интерактивті тапсырмалар сабақтың тиімділігін арттырады. Оқушылардың пәнге қызығушылығы мен белсенділігі жоғарылайды. Мұғалімдер сабақ өткізу барысында әдістемелік тұрғыдан дайын, тиімді құралға ие болады. Қолдану аясы жалпы білім беретін мектептердің 7 және 9 сынып физика пәні мұғалімдеріне арналған, жас мамандарға әдістемелік көмекші құрал ретінде ұсынылады. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттер үшін де қосымша оқу құралы бола алады. Әдістемелік семинарлар мен курстарға үлгілік материал ретінде қолданылады. Енді соның ішінде тапсырманың біреуін көрсетіп қойдым. Мынау жаңағы импульске байланысты тапсырма және оның дескрипторы. Сонымен қатар жасанды интеллект бойынша қысқаша мынандай тапсырма бар. Бұл жерде қосымша дескрипторы да бар. Шар биіктікте тұрғанда оның энергиясы потенциалды. Түскен кезде ол кинетикалық энергияға айналады. Бұл же энергияның сақталу заңы. Массасы 2 килограмм дене секундына 5 метр жылдамдықпен қозғалады. Кинетикалық энергиясын табайық. Формула Е тең м квадрат бөлінген 2. Есептейміз. Серіппе 0,2 метрге созылды. Серіппенің қатаңдық коэффициенті 500 ньютон бөлінген метр сәр. Серіппенің потенциалы
потенциалдық энергиясының өзгерісін табыңдар. Осы энергия өзгерісі серіппені созғанда атқарылған жұмысқа тең. Бұл оқушылардың жиі программасы арқылы видео есепті дұрыс шешуге жол көрсетеді. Қорытындымда, оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін ұсынған сапалық есептер, графикалық тапсырмалар, өмірмен байланысты проблемалық жағдаяттар олардың жан-жақты ойлауына, талдауға және қорытынды жасауға үйретеді. Мұндай тапсырмалар PISA мен TIMSS форматындағы дағдыларды дамытуға әсер етеді. Яғни оқушы тек ережені қайталап қоймай, оны қолдану арқылы да нәтижеге қол жеткізе алады. Қорыта айтқанда, бұл әдістемелік құрал физика пәнін оқытуды тиімді ұйымдастыруға бағытталған кешенді материалдар жинағы болып табылады. Онда мұғалімге қажетті теориялық түсініктеме, есеп шығару әдістемесі, зертханалық жұмыстарды жүргізу жолдары, оқу процесін ұйымдастыруға арналған кеңестер мен оқушының логикалық ойлауын дамытуға бағытталған тапсырмалар жүйесі қамтылды. Физика пәнінің мазмұнын терең меңгеруге, оқушылардың ғылыми ойлауын дамытуда, практикалық дағдыларын қалыптастыруда бұл құрал мұғалімнің күнделікті жұмысына сенімді әдістемелік көмекші бола алады. Мен енді жұмысымды аяқтадым. Барлықтарыңызға сәттілік. Менің әдістемелік құралымның қысқаша жұмысым осындай. Сәлеметсіздер ме әріптестер? Кірген әріптестер уақытылы кіргендермен амандасып үлгердік, қалғандармен амандасып үлгермедік. Солай амандасып алайық. Енді мен өзімнің жұмысымды сіздерге ұсынғалы отырмын. Менікі де әдістемелік құрал. Әдістемелік құрал ретінде мен сіздерге өзімнің демонстрация экранын айта кетіп қалдым. Поделицияны басыңыз, апай. Басатын ұзақ тұр, что-то не қылмай тұр ғой. Интернет онша не қылмай тұр ғой, әлсіз болып тұр ғой. Қазір кішкене сәл қосылды ма? Қосылды. Қосылды. Енді мен өзімнің жалпы әдістемелік құралым ретінде сіздерге ұсынып отырған жұмысым, яғни физикалық эксперименттер арқылы оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамыту, көбінде 9-шы сыныптың оқушыларына арналған әдістемелік құрал. Енді осы әдістемелік құралды жасау барысында, яғни мен жасанды интеллекттің кейбір элементтерін пайдаландым. Себебі қазіргі заманда ғылым мен техниканың қарқынды дамуы бағанағы жасанды интеллект технологияларына кеңінен қолдануға жол ашты. Сол себепті де жасанды интеллект тек қана ақпараттық технология саласында ғана емес, сонымен қатар білім беру жүйесінде де маңызды құралға айналуда. Физика пәніндегі бағана тәжірибелік есептерді шешу барысында да сол жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалану оқушылардың ойлау қабілетін талдау және олардың бағанағы зерттеушілік қабілеттерін дағдысын дамыту, есеп шығару жылдамдықтарын арттырады. Бұл курс оқушылардың жалпы физика пәніне деген қызығушылығын арттырумен қатар заманауи цифрлық сауаттылығын жетілдіріп, болашақта инженерлік және IT және жаратылыстану ғылымдар саласында білімін жалғастыруға мүмкіндік береді. Енді жалпылама бағдарламаның өзектілігі, яғни ең өзекті мәселесі бағанағы жасанды интеллект дәуіріндегі физика болып тұр ғой. Сол жасанды интеллект дәуіріндегі физика болғандықтан да бұл жерде бірнеше элементтерді пайдаландым. Сол курста қолданылатын негізгі жасанды интеллект цифрларын қолдандым. Бұл жерде ChatGPT, PyTorch, GeoGebra, PET бар, кәдімгі өзіңіз білетін симулятор, және Canva, шырағай дегенді алдым. Осы менің ұсынып отырған әдістемелік құралымның ішін қамтыған осы өздегі жасанды интеллект құралдары. Енді жалпы мақсаты мен құралдары, жалпылама мысалы мен бірінші бөлім деп алдым. Бұл жерде оқу мақсатын айқындап аламыз және сол мақсатқа қарай атқарылатын жұмыстың нәтижені айқындап аламыз. Оқушылармен бірінші жұмыс бастамас бұрын оқу мақсатты топталып, соның нәтижеге бағытталған жұмысты анықтаймыз. Ары қарай енді сол мысалы үшін тақырыбымыз анықталды делік, соған байланысты енді қандай цифрлық құралдар палитрасын қолданамыз дегенде сіздерге осындай кішігірім презентацияға жасап қойдым. Енді ChatGPT арқылы біз не істей аламыз? Есеп шығару, тұжырымдарын түсіндіру және білімді тексеру үшін қолдана аламыз. PET симулятор, оның барлықтарын білесіздер. Қозғалыс процестерін визуалды модельдеу және талдауға қолдана аламыз.
Canva бізде презентацияны дайын жылдам әрі сапалы құру үшін, яғни тез дизайн жасап, жылдам әрі сапалы құрып береді бізде Canva. PyPX арқылы біз нақты эксперименттерді, деректерді жинауға болады. Мысалы үшін телефонның сенсорлары арқылы үдеуді өлшеуге болады. Қазір оған тоқталамыз. GeoGebra арқылы бағана қозғалыстың графиктерін интерактивті түрде талдауға болады. Және шырағай бағанағы білімді ең соңында бағалауға, жылдам және нақты кері байланыс алуға жақсы жасанды интеллект құралдарының бірі болып саналады. Осыларды қарастырдық. Енді жалпылама осы цифрлық құралдардың палитрасын таныстырып болғаннан кейін, ары қарай біз енді негізгі ұғымдар мен формулаларға тоқталамыз, анықтамасын жазамыз. Яғни мына жерде мен сіздерге мысал ретінде үдеуді қойдым, жылдамдықтың өзгеріс шамасын, бастапқы жылдамдық, соңғы жылдамдық, орын ауыстыру деген сияқты, және анықтамасын береді. Және формуласын міндетті түрде негізгі ұғымдар мен формулаларын таныстырамыз. Одан кейінгі ары қарай атқарылатын жұмыс, яғни оқушымен жұмыс барысында не істей аламыз деген сұраққа жауап. Негізгі ұғымдардан кейін бізде PET симулятор, яғни бұл PET симулятор арқылы біз бағанағы виртуалды зертхана арқылы үдеудің жылдамдығының орын ауыстыру әсерін зерттейміз. Мына шетінде сіздерге мысал ретінде көрсетіп қойдым. Яғни біз қалай оны пайдалана аламыз және қандай бізде мысалы үшін нақты көз алдымызға қандай дүние елестете аламыз деген сияқты. Енді осы жерде визуалды түсіндіру, яғни оқушы үдеуді өзгерту қозғалысының сипаты қалай өзгеретінін көріп отырады және графиктерді талдай отырады. Графиктерді талдап болғаннан кейін нақты есеп, яғни осы графикті талдау арқылы үдеу мысалы үшін нақты 2 метр секунд болғанда 5 секундтағы соңғы жылдамдығын табатын болады. Енді осы нақты есепті пайдаланып визуалды түсінеді, оны бағана графикті талдау болғаннан кейін бұл PET симулятор арқылы. Келесі біздегі жасанды интеллект құралының түрі, ол бізде GeoGebra. Бұл жерде енді графикті тұрғызады, яғни математикалық құралдарды қолданып физикалық шамалар арасындағы байланысты көрнекті көрсетеді. Бірінші деректерді жинайды, одан кейін функциясын бағанағы тұрғызып көреді. Функцияны, яғни бізде жылдамдықтың уақытқа қатысты, яғни функциясын тұрғызуға сызықты теңдеу тұрғызады. Одан кейінгі функциясы бізде мына жерде S, яғни бізде орын ауыстырудың уақытқа тәуелді графигі квадратты функцияны тұрғызады. Және ең соңында интерактивті талдау болады. Яғни уақытты өзгерту арқылы жылдамдық пен жолдың өзгеруін бірден көре алады өздері. Енді GeoGebraдан бөлек тағы да PyPX арқылы, яғни не істей аламыз, нақты өлшеу аламыз. Бұл жерде енді балалардың өзінің телефоны қажет болады, яғни ұялы телефон, смартфондары. Сол смартфонға біз осы біздегі PyPX-тың қосымшасын жүктеп алуымыз керек болады. Және сол телефонды жылдамдығын арттырып қозғалтамыздағы, сол арқылы біз үдеуді өлшей аламыз, яғни өмірдегі нақты қозғалыстың тамаша үлгісін ала аламыз деген сөз. Мына жердің нәтижесінде өлшенген үдеу шамасында мысал келтіріп қоймыз, 0,5 метр секунд квадрат шамасында болады. Бұл нақты өмірдегі қозғалыстың тамаша үлгісі деп қарастырдық. Енді оқушы телефонның ішкі акселерометрін пайдаланып қозғалыстағы дененің нақты үдеуін өлшей алады осы PyPX арқылы. Енді бізде қалғаны ChatGPT-дің барлықтарын білесіздер. Бұл жерде жасанды интеллекттің көмегімен есептерді жылдам шығарып және жауаптарды тексеру. Бастапқы шарттарын жазамыз, одан кейін соңғы жылдамдықта жүрілген жолды алуға болады. ChatGPT-ге осы есепті беру, оның шешу жолдарын және нәтижесін талдау арқылы оқушы өз бетінше, яғни жеке дара білім алуға бейімделіп, өз білімін бекітеді. Кейін ең соңында бізде шырағай қалды. Енді осы автоматтандырылған бағалау, яғни бұл жерде қысқа онлайн викторина түрінде алуға болады, болмаса жылдам кері байланыс нәтижені автоматты түрде бағалау және қателерді көрсету арқылы және деректерді талдау. Ең маңыздысы осы деректерді талдау, яғни мұғалім оқушылардың жалпы үлгерімін бірден көре алады, өзінің несінде тақтасында. Осы арқылы мұғалім өзіне де керегін түйіп алады және де болашақта сол оқушылармен тағы да қай бағытта жұмысын жетілдіре алады деген сұраққа өзі осы жерде нәтижелі жауап ала алады. Ары қарай енді сабақты қорытынду және рефлексия. Бұл жерде енді бүгінгі сабақтың барысында алған білім мен дағдылар туралы талқылау. Және бұл жерге енді осындай жасанды интеллекттің көмегімен пайдаланып, осындай сабақты қорытынду және рефлексия түрінде сіздерге ұсындым. Жаңа білім, келесі қадам, қызықты құрал, яғни
бағанағы пайдаланылған құралдардың ішінде қайсысы сізге ұнады деген сияқты. Бұл жерге енді тек қана Firefox емес, басқа да түрлерін жазуға болады, әр оқушының өзінің қиындықтары, яғни осы ұсынылған жасанды интеллекттің құралдарының ішіндегі қайсысы сізге қиындық туғызды деген сұрағына оқушы өз ойынша жауап бере алады. Және сонда меңгеру деңгейі, яғни теңдеулерді қолдануға және түсіндіруге қабілеттімін, болмаса қиындықтары. Бұл жерде жадыра ретінде, мысал ретінде графикті функциялар тұрғызу қиындық тудырды. Firefox арқылы нақты тәжірибе жасап, көптеген қызықты ақпараттар ала алдым деген сияқты, болмаса өте қызықты болды. Жаңа білімде бағана қозғалыс шамаларын есептеуді үйрендім, және келесі қадамы жасанды интеллект құралдарын басқа физикалық тақырыптарда қолдана аламын деген сияқты. Жалпы осындай қысқа нұсқа сіздерге өзімнің әдістемелік құралымның мазмұнын ұсындым. Енді қорытындылай келе, бұл оқу құралы мектеп мұғалімдерінің физика пәнін оқытудың тиімді әдістемелік құрал ретінде ұсындым. Ол оқыту сапасын арттырумен қатар, оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытып, білімге деген ынтасын оятып, заманауи цифрлық қоғамға бейімделуіне жол ашады. Назарларыңызға рахмет. Келесі, Нұрзат апай, сіз қорғай бересіз бе? Рахмет, Ләзір. Көрініп тұр ма, әріптестер? Ал келесі әріптесіміз, сізді тыңдауға дайынбыз. Көрініп тұр ма, әріптестер? Сәлеметсіздер ме? Көрінген жоқ әлі. Қосылмай жатыр қазір. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен номер 42-ші орта мектебінің физика пәні мұғалімі. Жалпы менде әдістемелік құрал физика пәні бойынша 7 сыныптарға арналған деңгейлік тапсырмалар жинағы. Мен жалпылама түсіндіру керек деп қысқаша дегеннен кейін осылай не қылдым. Мазмұны 7 бөлімнен 34 тақырыпқа негізделген. Жалпы кіріспесінде бұл физика пәні бойынша 7 сыныптарға арналған деңгейлік тапсырмалар жинағы оқу процесінде жан-жақты әдістемелік қамтамасыз ету бағытталған. Жинақ 7 сынып оқушыларының физикалық меңгеру деңгейін әртүрлілігін ескере отырып, оқу бағдарламаларының негізгі бөлімдерінің және қамтып тапсырмалар ұсынылған. Негізгі мақсатым оқушылардың тақырыптар бойынша алған теориялық білімдерін практикада қолдана білу, дағдысын қалыптастыру, сондай олардың танымдық қызығушылығын, логикалық ойлау және есептер шығару мәдениетін дамыту. Жинақ механикалық қозғалыс, тығыздық, денелердің өзара әрекеттесуі, қысым, жұмыс, қуат, энергия және күш моменті сияқты негізгі бөлімдерді барлығына тапсырмалары жүйелі түрде ұсынылған. Әр тақырыптар бойынша тапсырмалар оқушылардың деңгейлеріне қарай қарапайым, орта, күрделі деңгейлерде құрастырылған. Бұл мұғалімге сыныпта жеке тәсілді іске асыруға мүмкіндік береді. Жинақ оқушылардың алынған бақылау жұмыстарына дайындалуға, ал мұғалімдерге сабақтарды әзірлеу және өткізуге тиімді мүмкіндік құралы ретінде қызмет етеді. Жалпы бұл кіріспесі, түсінік хаттары және біздегі жоспарлары 34 сағатқа негізінен көрсетілген. Енді мынау қысқаша тапсырмалардан көрсетіп кетсем, деңгейлік бірінші физика табиғат туралы ғылымда деңгейлік сұрақтар берген. Сондай-ақ тығыздық бөлімдер бойынша деңгейлік есептер ұсынылған. Сондай-ақ деңгейлі есептерге байланысты сілтемеге кірсе, және Нәскен апайымыз айтқандай, болмаса және басқа да виртуалды зертханалық жұмыстардың сілтемелерін қойдым. Балалар өздері бір жағынан жасап, бір жағынан сол бойынша және есептерді шынайы көзбен елестетіп орындауға деп
құрастырдым. Сондай ақ мынандай тапсырмаларды сызба арқылы деңгейлік есептер шығаруды қойдым. Енді қысқаша осындай. Қорытай келе жалпы бұл әдістемелік құрал 7 сыныптың физика пәніне негізделген бөлімдер бойынша деңгейлік тапсырмалар жүйесінде ұсыныла отырып, оқу бағдарламаның мазмұнын терең меңгеруге бағытталған. Әр тарауда есептер оқушылардың теориялық білімдерін беруге, физика ұғымдарды түсінуге, заңдарды қолдана білуге және логикалық ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, әдістемелік құрал жалпы білім беретін мектептердегі физика пәні мұғалімдеріне және оқушыларына оқу әдістемелік құрал ретінде ұсынылады. Назарларыңызға рахмет. Әріптестер, 10 минутымыз ғана қалды біздің. Барынша жылдамдыда үлгермесек қайтадан күреңізге тура келеді. Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Іле ауданы Жайнақ ауылы нөмір 31-ші комитеттің педагог сарапшы физика пәні мұғалімі Қарабасова Нұрсұлу Құлжігітовна. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы физика пәні бойынша оқушылардың функционалдық зерттеу дағдыларын арттыру. Менің әдістемелік құралымның мақсаты физика пәнін оқытуда оқушылардың функционалдық зерттеу дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға бағытталған ғылыми әдістемелік қолдау көрсету. Бұл нұсқаулықта мұғалімдерге арналған заманауи әдіс тәсілдер, тәжірибеге негізделген зерттеу жұмыстарының үлгілері, жобалық тапсырмалар, цифрлық платформаларды пайдалану жолдары және бағалау жүйесінің тиімді тетіктері ұсынылады. Міндеті физика пәнінің мазмұнын өмірлік жағдаяттармен байланыстыра отырып, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған оқыту үдерісін ұйымдастыру. Екінші, бізде цифрлық технологиялар мен виртуалды зертханаларды, симуляциялар мен датчиктерді тиімді пайдалану арқылы пәндік білімді тереңдету және ақпараттық цифрлық сауаттылықты жетілдіру. Үшінші, PISA, TIMSS, PISA сияқты халықаралық зерттеу стандарттарына сәйкес физика пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығы мен зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмалар құрастыру. Жаңалығы бізде функционалдық дағдыларын қалыптастыруға арналған жаңа әдебиеттерді ұсыну және виртуалды зертханалар, симуляциялар және жасанды интеллект негізіндегі жұмыстарды зерттеу жұмыстары арқылы жетілдіру жолдарын көрсету және оқушының дербес траекториясына бағытталған инновациялық тәсілдер енгізілген және PISA, TIMSS халықаралық стандарттар негізінде зерттеу тапсырмасы құрастырылады. Келесі менде функционалдық зерттеу дағдыларының мәні мен маңызы. Бұл жерде функционалдық сауаттылық дегеніміз оқушылардың алған білімдерін өмірлік жағдаяттарда тиімді пайдалану қабілеті, яғни физикада функционалдық сауаттылықты дамыту. Ол бізде эксперименттік тапсырмаларды орындау арқылы заңдылықтарды тәжірибеде дәлелдеуді үйрету, одан кейін гипотеза құру, тексеру қабілетін қалыптастыру, деректерді жинау, өңдеу және талдау машықтарын жетілдіреді. Ғылыми тілде ой қорыту және тұжырым жасау қабілетін дамытады. Мысалы, бізде физикада қозғалыс заңдарын оқыту барысында оқушылар тек қана формулаларды жаттап қана қоймай, тәжірибе арқылы дененің жылдамдығы мен үдеу арасындағы байланысты мысалы өздері табуы тиіс. Мұндай тапсырмалар олардың ғылыми танымдық қызығушылықтарын арттырып, деректермен жұмыс жасау дағдыларын дамытады және физиканың өмірмен байланысын сезінуге мүмкіндік береді. Келесі, бізде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллекттің рөлі. Бізде қазіргі заманда ғылыми зерттеу тәсілдерінің ерекшеліктері цифрлық құралдарды пайдалану арқылы кеңейіп отыр. Физика сабақтарында виртуалды зертханалар мен стимуляторларды қолдану зерттеу нәтижелерін жақсартады. Бұл стимулятор бізде head simulation, қозғалыс, электр жарық, толқындар сияқты құбылыстарды виртуалды модельдеу лабстар, яғни бұл жерде лабстарда 3D зертханалық жұмыстарды орындауға арналған платформа, биогеобра графиктер мен диаграммалар құрастыру, деректерді визуалдау және Arduino мен STEM зертханалар тәжірибелерді автоматтандыру және нақты құралдар арқылы бағалау жүргізу. Және соңғысы мен жасанды интеллектті қостым, ChatGPT, Wolfram Alpha. Бұл гипотезалар талдау, формулалар түсіндіру және зерттеулерді жылдам жүргізу. Мен head simulation'да мен мына жерде бір мысал көрсетіп кеттім, яғни
серпімділік күші мен деформация арасындағы байланыс тақырыбында оқушылар head simulation пайдаланып, тәжірибені виртуалды түрде орындайды, және бұл уақытты үнемдеп, құрал жабдықтарды алмастырады, жоқ құрал жабдықтарды. Келесі бізде Google заңы арқылы тәжірибе жүргізсек болады. Келесі бізде жасанды интеллектіміз, ол бізде геогебра. Физикалық деректерді визуалдау, мақсаты физикалық есептерді модельдеу және графикалық талдау мүмкіндіктері. Графиктер мен диаграммалар тұрғызуға арналған ыңғайлы орта, эксперименттен алынған деректерді визуализациялау, үшіншісі математикалық модельдеу арқылы күрделі заңдылықтарды түсіндіруге көмектеседі. Мысалы, серпімділік күші мен дененің деформация тақырыбында Google заңын тәжірибеде тексеріп, геогебра арқылы FX графигін тұрғызуға болады. Яғни, осы әдістемелік құралда мен осы геогебраны пайдаландым. Келесі, бізде физикада пиза форматындағы тапсырмаларды қолдану. Бірінші, менде өмірлік жағдаятқа негізделген зерттеу тапсырмалары. Бұл бізде физикалық құбылысты немесе проблеманы шын өмірден алынған нақты жағдаймен байланыстырып, пизаның басты ерекшеліктері. Келесі, деректерді талдау және графиктермен жұмыс. Бұл жерде пиза тапсырмаларында диаграмма келеді, график, кестелер көп беріледі. Оқушы нақты эксперимент жүргізбесе де, алдын ала берілген деректердің негізінде ғылыми қорытынды жасай алады. Апай, 3 Үшінші минут эксперимент. уақыт қалды. Сіз аяқтап жібересіз ба? Жарайды. Қорытындыны айта кететін болсақ, бұл қазіргі білім беру талаптарына сай физика пәнін оқыту оқушылар тек теориялық біліммен қаруландырмай, оны өмірлік жағдаяттарда қолдануға алатын тұлға ретінде қалыптастыру. Яғни бұл жерден бізде функционалды зерттеу дағдыларын дамыту, оқушылардың белсенді зерттеушіге айналдырып, ғылыми сұрақ қою, тәжірибе жүргізу сияқты қабілеттерін жетілдіру. Яғни зерттеуге негізделген оқыту, жобалық жұмыстар мен эксперименттер физика сабақтарының тиімділігін арттырып, оқушылардың танымдық қызығушылықтарын күшейтеді. Сонымен қатар цифрлық технологиялар, медиатехнология және жасанды интеллект құралдарын пайдалану сабақ үдерісін жаңа деңгейге шығарып, нәтижелерді талдау мен ұсынуды жеңілдетеді. Осымен менің аяқталды. Әдістемелік құралым назарларыңызға рахмет.